7 желтоқсан күні Самұрық-Қазына ұйымдастыруымен эксперт пікірталас клубының кезекті отырысы өтеді. Күн тәртібіндегі тақырып дүниежүзілік дағдарыс қарсаңында Қазақстан қорғалған ба? Осыған дейін де Астанаға келген ресейлік сарапшылар өзекті мәселені көтерген. Кризис – это прежде всего дағдарыс бұл ең алдымен соңғы 10 жылдықтар ішінде қалыптасқан әлемдік қаржық жүйесінің құлдырауы. Адамдар бұл құбылыстың жуық арада болатынын түсінулері тиіс, және осы ойға үйренген жөн. Халықаралық ұйымдардың деректеріне қарағанда әлем экономикасында баяу өсім байқалады. Бұл ірі мемлекеттердің рецессиясына әкеп соғуы ықтимал. Бірақ отандық зерттеушілер Қазақстан алдағы қиындықтарға төтеп бере алады деген сенімде. Я считаю, что вот прошлый кризис... Меніңше біз бұрын өткен дағдарыстан да сабақ алдық. Үкіметтің қолға алған шараларын білеміз. Бұл орта және шағын бизнеске, банк жүйесіне, әлеуметтік жағынан аз қамтылған адамдарға қолдау көрсету. Егер тағы да дағдарыс болса, және Қазақстан дәл осындай жағдайға ұшыраса, оның банк жүйесі әлдеқайда мықты болады. Өйткені сыртқы қарыздары азайды. Ұлттық қорда жиналған қаражат та бар. Бұл тәуекелдерден қорғануға септігін тигізеді деп ойлаймын. Дағдарыстан қашан шығу керектігі жөнінде нақты пікір жоқ. Өйткені көпшілік екінші толқын әлі басталмаған деп ойлайды. Негізінен, ол келесі жылдың көктем жазында айқын көрініс береді. Сол уақытқа дейін Қазақстанда алдын ала дайындалып, қам жасауға мүмкіндік бар. Пікірталас алаңында әдеттегідей экономика, бизнес және саясат салаларының білікті өкілдері ой алмасады. Олардың ұсыныстары билік органдары үшін дағдарысқа қарсы стратегияны жасауда пайдалы болмақ.